Келесі 225 есебіміз. Егер x жұп сан болса, онда сандары қайсы жұп, қайсы тақсан дейді. Жұп сан деп қояйық, және тақсан деп бөліп қояйық. Яғни, x-тің орнына жұп сандарды қойсаң, нәтижесі жұп сан шыға ма дейді. Яғни, x-ке 2-ні қояйық, 2 бізде жұп сан, нәтижесі жұп сан болады. Сондықтан да 3x-ті жұпқа жазып қоямыз. Келесі 2-ні қояйық, ол бізде жұп сан, оған 1-ді қоссаң 3 болып кетеді. Сонда ол тақсан шығады. X қосылған 1 болады екен. Келесі 5x, x-тің орнына 2-ні қояйық, себебі 2 жұп сан ғой бізде. Оның нәтижесі 10 шығады. 10 бізде жұп сан. Келесі 7x азайтылған 3. 2-ні қойсақ 14, 14-тен 3 тастасақ 11 болып қалады. Сондықтан да ол тақсан болады. 7x азайтылған 3 тақсан болды. Келесі 5x қосылған 4. 2-ні қойсақ 10, 14 болады. Ол бізде жұп сан болады. 5x қосылған 4. Келесі 2-ні қойсақ 4, одан 1-ді азайтсақ тақсан шығады. Сондай 2x азайтылған 1 деп жазып қояйық. Келесі 2-ні қойсақ 18, оған 7-ні қоссаң 25 болып кетеді. Сондықтан да ол тақсан болады. Келесі 11 көбейтілген x. 2-ні қойсақ 22 жұп сан шығады. Сонда 11x қосылған 6 болады екен. Келесі 226 есебіміз. Жеміс сусын дайындау үшін кептірілген алмұрт пен қара өрік алынды. Оның 5 бөлігі алмұрт, 3 бөлігі қара өрік дейді. 5 бөлік алмұрт, ал 3 бөлігі қара өрік. Енді оның алмұрттың қара өріктен 425 килограмм артық болуы мүмкін бе? Әлде 500 килограмм артық болуы мүмкін бе деп сұрап тұр. Енді екеуінің бөліктерінің қосындысы бізде 8-ге тең. Ал алмұрт қара өрікке қарағанда 2 бөлік көп екен. Сонда 5-ті азайтамыз 3-ке, тең 2-ге. 2 бөлік көп. Енді бізде 2 саны шығып тұр. 2 саны енді 425-ге бөліне ме, әлде 500-ге бөліне ме деген сұрақты қойыппыз. Ол бізде 500 болады. Сонда 500 бөлінген 2 тең болады екен 250 грамм. Яғни 1 бөлігі 250 грамм болады екен. Сонда бізде барлығы 8 бөлік бар. 8-ді көбейтейік 250 граммға, сонда 2000 грамм болады екен. Оны бізде килограмм бойынша ал деген, сонда 2 килограммға тең болады екен. Келесі 227 есебіміз. Аулада мысықтар мен тауықтар жүр. Олардың барлығы 8. Мысықтар мен тауықтар жүр екен. Олардың барлығы 8 екен. Мысықтың әрбір аяғында 4 тырнақ. Мысықта 4 аяқ бар, 5 тырнақтан бар екен. 5 мысықтар. Қосылған тауықтардың әрбір аяғында 4 тырнақтан бар. Тауықтарда 2 аяқ бар, 4 тырнақтан болатын болса, олардың қосындысы бізде 100 тырнақ шығады екен. Енді аулада неше мысық, неше тауық жүр деп сұрап тұр. Көбейтіп алайық осы жерімізді. 20 мысық қосылған 8 тауық тең 100-ге деп аламыз. Енді осы жерде біз мысықты өрнектейік. Мысық дегеніміз 8-ден азайтамыз тауықты. Мысықтың орнына осы өрнекті апарып қояйық. Сонда 20 көбейтілген 8 азайтылған т
қосылған 8t дейміз де 100-ге теңестіреміз. Жақшаны асатын болсақ, 160 азайтылған 20t қосылған 8t тең 100-ге. Енді әріпті өрнекті бір жаққа, санды өрнекті бір жаққа жинақтайық. Сонда 160 азайтылған 100 тең 20 азайтылған 8t деп жазамыз. Сонда нәтижесі екеуін азайтсақ 12t болады, ол тырнақ дегеніміз ғой. Енді азайтқанда 60-қа тең болады. Сонда t-мыз тең 60-ты бөлек 12-ге. Сонда нәтижесі 5-ке тең болады екен. Яғни бізде сұрап тұрған тауық 5 екен. Т деп отқанымыз тауық емес пе еді? Ал енді мысықты табу үшін тауықтың санын мына жерге апарып қойсақ болады. Яғни мысық дегеніміз 8 азайтылған 5, сонда нәтижесі 3-ке тең болады. Сонда жауабы тауық 5, мысық 3 екен.